Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 37-ші сабақпен танысамыз. Су қоймасының биоценозы бір су айдында бірге тіршілік ететін барлық тірі ағзалардың өсімдіктер, жануарлар, микроағзалар жиынтығы. Су қоймасындағы негізгі тірі ағзалар өсімдіктер. Балдырлар, қоға, қамыс, су лалагүлі жануарлар. Балықтар, шортан, сазан, алабұға, бақалар, шаяндар, ұлулар құстар. Үйрек, қаз, шағала микроағзалар. Бактериялар, қарапайымдылар ағзалар арасындағы байланыстарға мысалдар: қоректік байланыс, трофикалық. Балдыр ұлу, балық құс, балдырды ұлу жейді, ұлу мен балық қоректенеді, балықты құс жейді, қышемпілінсі. Шортан ұсақ балықтарды жейді. Бәсекелестік. Бірнеше балық түрі бірдей қорекке, планктонға таласады. Өзара пайдалы байланыс. Су өсімдіктері суға оттек бөледі, ал жануарлар тыныс алу кезінде көмірқышқыл газын бөледі, бұл өсімдіктерге қажет. Ыдырату байланысы. Өлген өсімдіктер мен жануарларды бактериялар ыдыратып, қоректік заттарды қайтадан суға қайтарады. Осылайша су қоймасындағы барлық ағзалар бір-бірімен тығыз байланыста болып, бір тұтас биоценоз түзеді. 1. Тірі ағзалардың ұйымдасу деңгейін оқып үйрену не үшін қажет? Тірі ағзалардың ұйымдасу деңгейін оқу тіршіліктің қалай құрылғанын және қалай жұмыс істейтінін түсінуге көмектеседі. Ол жасушадан бастап тұтас ағзаға дейінгі құрылымдық сатыларды, олардың бір-бірімен байланысын, қызметін және тірі табиғаттың бір тұтастығын көрсетеді. Бұл білім аурулардың себептерін түсінуге, табиғатты қорғауға және биология заңдылықтарын меңгеруге қажет. 2. Жасуша, ұлпа және мүшенің құрамы. Мүшелер нені қалыптастырады? Арасындағы байланыс жасуша тірі ағзаның ең кіші құрылымдық және қызметтік бірлігі. Жасушалардан ұлпа түзіледі. Ұлпа құрылысы мен қызметі ұқсас жасушалар тобы. Ұлпалар бірігіп мүше құрайды. Мүше бірнеше ұлпадан тұратын, белгілі бір қызмет атқаратын ағза бөлігі, мысалы: жүрек, өкпе, жапырақ. Мүшелер бірігіп мүшелер жүйесін қалыптастырады, ас қорыту жүйесі, тыныс алу жүйесі. Мүшелер жүйесі бірігіп тұтас ағзаны құрайды. Байланысын көрсету, сызба түрінде. Жасуша, ұлпа, мүшелер жүйесі, ағза барлық деңгейлер бір-бірімен тығыз байланысты және бірігіп тірі ағзаның қалыпты тіршілігін қамтамасыз етеді. Зертханалық жұмыс тақырыбы. Пияз қабығынан микропрепарат дайындау және оны микроскоп арқылы көру мақсаты. Өсімдік жасушасының құрылысын микроскоп арқылы бақылау және оның негізгі бөліктерін анықтау. Құрал жабдықтар. Микроскоп, заттық шыны, жабынды шыны, тамызғыш, пинцет, ине, пышақ заттар. Пияз, су, йод ерітіндісі. Жұмыс барысы. Микроскопты дайындау. Жарықтың жақсы түсуін қамтамасыз етеміз. Заттық және жабынды шыныларды таза, құрғақ шүберекпен сүртеміз. Заттық шынның ортасына йодтың әлсіз ерітіндісінен бір тамшы тамызамыз. Пияз қабығын алу. Пиязды көлденеңнен кесіп, сыртқы қабығын ашып тастаймыз. Қалың қабықтың ішкі жағындағы жұқа мөлдір қабықты, пленканы, пинцетпен аламыз. Микропрепарат дайындау. Алынған жұқа қабықты йод тамшысы бар заттық шынның үстіне орналастырамыз. Инемен біркелкетіп жайып қоямыз. Жабу. Үстінен жабынды шынымен абайлап жабамыз. Осылайша уақытша микропрепарат дайын болады. Микроскоппен қарау. Алдымен 56 есе үлкейтумен, объектив 8, окуляр 7 қараймыз. Кейін 300 есе үлкейтіп, объектив 20, окуляр 15 бақылау жүргіземіз. Бақылау нәтижесі. Жасушалар бір-біріне тығыз орналасқан. Ұзынша пішінді жасуша қабығы мөлдір, тығыз цитоплазма түссіз, қоймалжың ядро және оның ортасындағы ядрошық көрінеді, үлкен вакуоль байқалады қорытынды. Тірі өсімдік ағзалары жасушалардан тұрады. Жасуша өсімдіктің құрылымдық және қызметтік бірлігі. Ол жасуша қабығынан, цитоплазмадан, ядродан және вакуольден тұрады. Жасуша қабығы цитоплазманы қоршап, жасушаның пішінін сақтайды және көрші жасушалармен байланыс жасауға мүмкіндік береді. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.